Апа, атыңыз кім болады? Барыс бала. Апа, енді қасиетті сапарға аттанайын деп отыр екенсіз. Көңіл күйіңіз, сезіміңізбен бөлісесіз бе бізбен? Көңіл күйім өте тамаша. Балам менің осы сапарға айтқан кезден бастап көңіл күйім, арманым осы сапарға аттану, Медина қаласына барып, Аллаға құлшылық етіп. Керемет апа, Алла қабыл етсін. Осы сапарға шығуға кім себепкер болды сізге? Балам айттым, қайрақ балама. Балам мені 25 жыл болды, қаңтар айы, енді умраға апарып келсең қайтеді деп едім. Балам жарайды анашым, мен сөйлесейін, қай компания жақсы, соның қолайлысын біліп сізге айтам деді. Керемет, Алла тағала қабыл етсін. Енді бұл компания жөнінде өзіңіздің бір лебізіңізді айтсаңыз. Сіздердің компанияларыңызға ризамын. Бұдан да ары қарай халыққа осылай қызмет жасап жүре беріңіздер. Өзі аты да сай болып тұр ғой, қызмет көрсету. Сол компанияларыңызға алғысым шексіз. Мынандай үстімізге киім беріп, барлық жағдай жасап жатсыздар. Сертификатымыз дайын, бәрі ешқандай қиыншылық көрген жоқпыз. Алдымыздан шығып, иман жігіттер барлығын түсіндіріп, қалай қайда бару керек, қалай құлшылық ету керек, бәрін жақсылап түсіндірдіңіздер. Алла разы болсын сіздерге, мол сауаптан болсын. Амин, айтқаныңыз келсін, сапарыңыз сәтті болсын. Алла разы болсын. Рахмет, Алла разы болсын.